Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен біле жүр арнасында ашытылған қырыққабаттың денсаулыққа пайдасы және де оны жылдам әрі оңай жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Ашытылған қырыққабат ең әуелі ішек жолдарына, ас қорыту жүйесіне өте пайдалы. Орамжапырақ А және С, В1, В2, В3, В6, К, У дәрумендеріне өте бай. С дәрумені иммундық жүйені нығайтуға көмектесетіні белгілі. Ашытылған қырыққабат жегенде әйелдердің ағзасындағы жасушалар құнарланып, қайта түлейді. Сонымен қатар қырыққабат йодқа бай. Жиі тұтынсаңыз қан құрамындағы холестеринді қалпына түсіреді. Түрлі ісік ауруларының алдын алады. Қырыққабаттың сөлі арықтауға таптырмайтын өнім. Ұдайы тұтынсаңыз ішек құрылысты, ас қорыту жүйесін тазалайды. Ал жүкті әйелдерге токсикозбен күресуге көмектеседі. Ашытылған қырыққабатты бір ас қасық зәйтүн майымен араластырып жеуді ұмытпаңыз. Ашытылған орамжапырақ піскен қызылшамен жақсы үйлесім табады. Немесе гранат жемісін араластырып жеуге де болады. Қырыққабатты жылдам әрі оңай ашыту үшін бізге 2 кг орамжапырақ, 1 дана сәбіз, 8-9 дана үгітілмеген қарабұрыш, 2 тал лавр жапырағы, 1 шай қасық қант, тұз қалауларыңызға қарай аламыз. Алдымен орамжапырақты ұзыншалап тураймыз. Тұз сеуіп жақсылап араластырамыз. Үстіне 1 дана сәбізді үккіштен өткізіп қосамыз. Жақсылап араластырып, лавр жапырағы мен бұрышты қосамыз. Келесі кезекте дайын болған қоспаны шыны банкіге орналастырамыз. 2 немесе 1 литрлік банкіға салсаңыз болады. Оны өзіңіз білесіз. Орамжапырақты банкіға орналастырғанда бір нәрсені ескерген абзал. Банкіға салған сайын жақсылап басып, нығыздап орналастырыңыз. Бұл біріншіден сөлдің мол бөлуіне септігін тигізсе, екіншіден тез жұмсарып кідірілуіне мүмкіндік береді. Банкада толтырғаннан кейін бөлме температурасында 36 сағат ұстаған жөн. Кейін капрон қақпақ жауып, 3 күнге салқын жерге қоямыз. 3 күн тұрғаннан кейін тұтынуға дайын. Дәмді әрі пайдалы ас. Егер де менің ақпараттарым пайдалы болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз.